Репортер Оразалинова Айжан, Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі Жетісу облысы бойынша меншікті корреспондентімін. Бүгін 30 январь Текелі қаласы 3-ші балабақша, Қазақстанская 20 көшесіне келіп отырмыз. Өз-өзіңіз таныстырып өтсеңіз, не себепті бізді шақырттыңыз? Сәлеметсіздер ме? Мен Молдабекова Әсел Серікбайқызы, Текелі қаласы бойынша номер 3-ші Бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі болып жұмыс атқарамын. Менің көтеріп отырған мәселем балалардың тамақтары жайлы көтеріп отырмын бұл мәселені. Ең бірінші рет мен біздің басшымыз Сабина Шегебайқызына барып жолыққан болатынмын. Біздің тамақтарымыздың өте сапасының нашарлығы және де балаларға берілген жаңағы шайымыз берілді, ол деген өте қою, кашалар берілді. Кашалардың ішінен міне осы дүйсенбі күні құрт шықты, бір емес 2 құрт шықты. Және де беріп отырған түстен кейінгі асымыз печенье, оның ішінен көгерген печеньялар пайда болды. Тамақтарымыздың жаңағы өте сапасыздығы бұл кісілердің бізге жаңағы менің барып айтқан өтінішім бойынша немқұрайлы қарағаны мені жаңағы алаңдатады. Және де мен тек қана тәрбиеші емеспін, менің де осы балабақшаға келетін кішкентай қызым бар. Давайте сіз мұзда кеттіңіз, екінші тарапты да естік. Сіздер ата-аналарсыздар, бірге кіріп шығайық, өйткені бізді күтіп отыр сол жерде. Екінші тарапты да есту үшін келдік, енді айтарыңыз болса тағы қосып кетіңіз. Мен барлығын жаңағы суреттердің түгелін менде дәлелдер бар. Дүйсенбі күнгі кашаның мына дәлелі, одан кейінгі жаңағы печеньяның міне дәлелі, одан кейінгі жаңағы тамақтардың да дәлелдерін білесіздер. Жібердім ғой сіздерге, жібердім барлығын. Бүткіл барлық суреттеріміз барлығы бар. Мені ата-аналарым гречканды, бұл кісілер дәмінде көрді, тамақтардың дәмінде көрді. Кеше бізде пельмен болған, сол пельменді бір балаға 10-12 штуктан жаңағы айналу керек. Бірақ кеше 5 штуктан ғана берілді балаларға пельмен. Балалар оған тоймайды. Ересек балалар, ересек тобына 7 штуктан берілді. Негізі жаңағы біздің нормамыз бойынша 10-12 штук пельменнен берілу керек. Мен тек қана көтеріп отырған мәселем осы питание жайлы ғана. Балаларымыздың тамақтары дұрысталсын деп. Және де мен ең бірінші тәрбиешімін, екінші ретінде жаңағы анамын. Ана болғандықтан мені балалардың денсаулығы, балалардың қауіпсіздігі сол алаңдатқандықтан мен осындай жаңағы қадамға барып отырмын. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сабина Шегебаевна. Осы 3-ші Бөбекжай балабақшасының меңгерушісі болып қызметіне қазан айынан бастап тағайындалған болатынмын. Осы мекемеде еңбек өтілім 13 жыл. Аталып жатқан мәселелерден хабарым бар. Бірақ соңғы жайт кашының құрт шықты дегенге басқа топтардың бәрі оған сенбейді. Өйткені оны 2-3 сағат қайнатылады. Қайнатылып ол кашының ішінде емес, бөлек құрт жатыр. Ол құрттың несі де қап-қара, көрдіңіздер өздері бір, ол кашының үстінде бір езіліп бұл құрт болатын болса, тірі құрт жатырған сияқты. Ішінде бір білмеймін енді, бұл кімнің тарапынан жасалып жатқан дүние екенін түсінбедім, оны әлі де нақтылаймын. Қасақана жасалып тұрсыз ба сонда? Мүмкін қасақанада жасалуы да мүмкін. Ол сіздің жеке ойыңыз? Жеке ойым менің. Өйткені мен осы жайында поварларды да ауыстырдым, аспазшыларды, завхозымды да ауыстырдым. 2-ші завхоз келіп жатыр. Өтінемін, ата-аналардың тараптарын бәрін түсінемін. Осы жөнінде біз жұмыстарды жасаймыз. Егер бізден бір қандай бір ағаттық кетіп жатса, біз оның бәрін жоюға тырысамыз. Ал енді жаңағы кеше ата-аналар, Қарлығаш тобының ата-аналар келіп кетті осы жайында. Олар пищеблоктыдағы кухняға кірді, достып ата-аналардың бәріне мен айқара ашық отырмын. Келіп көрді, ол жаңағы пищеблоктың өзінде де көрді. Құрт болса, ол сол дүниеде болады ғой. Ол сыпучийда құрт болса мен түсінемін. Құрттап кетіпті ғой, мына поставщикпен ауыстыру керек деген. Ол піскен тамақтың ішінде құрттың болуы мүмкін емес. 2 сағат сүт қайнайды, су қайнайды, пештің үстінде қайнайды. Ол жатқан бір тірі құрт сияқты. Ал енді ол нәрсені әлі де анықтау үстіндеміз. Анықтаймыз. Менің бұл жерде аспазшым бар, завхозым бар. 1-ші завхоздан өтеді ол. Одан кейін аспазшы, одан кейін медсестра да қарайды, одан кейін диетолог. Пробаны бәрі көреді ол жерде. Ата-аналардың бәріне де сіздерді де шақыртқанмын. Барлық топтың ата-аналарын шақырттым. Қарлығаш тобының ата-аналары бізге келді. Таңертеңгі завтрак, түскі уақыт, 5-ның асында да барлық аналар келіп көрді.
ал ешқандай мен ештеңке жасырып отырған жоқпын. Ашық, бәрі доступно, ата-аналар үшін ашық есік күнінде жасап жатырмын. Бірақ сіздер тараптарыңыздан сол кезде Балбөбек тобымен бір ата-ана келген жоқ. Қарлығаш тобының ата-аналары келіп көрді. Кеше де Қарлығаш тобының ата-аналары көрді. Олар рахмет, жарайды біз өзіміз көрдік деп айтып кетті. Шығып келіп өзіңіз таныстырсаңыз болады, сізде де айтарыңыз болса. Саламатсыз? Менің қызым, Есіміңізді? менің атым Ана. Ана. Менің екі қызым, мысалы, мен Қарлығаш тобында біреусі жаңағы үйде бар. Біреу Қарлығаш тобында, біреусі жаңағы Балбөбек тобында бар. Бірақ мен білмеймін, ол мен қашан менің қызым больницадан бүгін келіп тұр. Бірақ негізі ол алдында да осындай жағдай болған. Мысалы, гречканың ішінен тоже май шылқылдаған. Мен айтпаймын, маған ет берсін, сорпа берсін, просто сол бір тамақты реттеп жөндеп берсе болды қызымызға. Аш келеді қызым постоянно. Екеуі де. Қарынды тоймай келеді. Сіз, получается, сіз де күдіктеніп отырсыз, бұл жерде порциясы аз деп, е? Күдіктенемін, конечно, өйткені аш келеді, жүгіреді үйге қарай, мысалы, екеуі. Қанша төлейсіздер? Мен көп балалы анамын, менде ұшымдан кейін екі қыз, менде төлейтін жаңағы нем 22 мың ғой деймін. Екеуіне 44 мың төлеймін. Жоқ, 17 мың бала. Көбейді ғой олар, қосылды ғой. Қосылған жоқ. Әлі қосылған жоқ. Енді қосылды. 17 мың 500. Айтарыңыз болса, тағы да қосып кетсеңіз болады. Міне жаңағы кашаларымыз, бұғанға дейінгі болған міне кашаларымыз. Міне ішінен тағы да міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне. Сіз бұның бәрін бізге жібердіңіз? Жібердім, барлығын жібердім. Міне кашамыздан шыққаны, және де бізде міне берілген сок балаларға 130-140 балаға берілген, міне 15 литр сок. Білмеймін енді сіз елдің... Жоқ, мына сокты, магазин сөгінен компот қайнатпайсыз? Жоқ, компот беріледі, компот беріледі. Компот та беріледі. Міне шоғы сок шары ғой. Фильтріңіз су Көріп тұрсыздар. Жоқ, ондай сок болған жоқ. Біріне көрдіңіз ба? Бұның ішіне, пешобоктың ішіне кіріп кім түсіріп тұр? Мәселе кім түсіріп тұр, айтыңызшы? Не, тәрбиеші түсіріп берілген завхоз. Бұрынғы завхозымыз уже жұмыстан кетті. Бұның барлығын мен өзім түсіргем. Балаларға тамақ берген кезде сіз менің өзімнің тобымда. Жоқ, бұның барлығы менің өзімнің тобымда түсірілген. Тобыма алып келген кездегі тамақ. Сокты мен қызымды алып кетуге бара жатқан кезде 3 сок тұрдым. Мен сұрадым, мына сокты жаңағы балаларға ма деп едім. Ол кезде кім болды? Назым болды. Днепрна Назым болды. Сол кісі айтты, я, бұл балаларға деді. Осы 15 литр ма деп едім? Я, осы 15 литр барлық балаға деді. Ол кісі сол күні ғана жұмысқа сумен араластырып беремін. Жоқ, ол кісі сол кезде ғана жұмысқа келіп жатқан жоқ. Иә? Ол кісі істеп жүрді ғой сол кезде мен, иә? Анықтайық, бағанағы айтылған мәселе бойынша зерделеу жұмыстарын жүргізейік. Мына біздің мамный кашамыз. Иә, Текелі қаласы білім бөлімінің басшысы Нұрлан Түсіпмәметұлы аталған жағдай бойынша біз міне қазір анықтап отырмыз. Осыған байланысты біз зерделеу жұмыстарын жүргіземіз. Әрине ата-аналарға бұл жауабын беретін боламыз. Мен тағы бір жайтты естіп қалдым. Нұрлан Тұрсынмағамбетович тағы бұл іс тек қана бұл жерде емес, және де прокуратураға түскен екен. Бірақ та сіздер прокуратурадан арызды қайтып алдыңыздар. Қайтып алдық. Не себепті? Өйткені ең бірінші жаңағы білім бөлім басшысы Тұрсынмағамбетович келіп бізге жолықты. Бұл кісі бізден бір мүмкіндік сұрады, бір мүмкіндік берсеңіз, мен өзім реттеймін деп. Одан кейін біз барып прокуратурадан арызымызды қайтадан қайтарып алдық та Тұрсынмағамбетовичтің атына жазған болатынбыз арызымызды. Одан кейін бұл кісі біраз уақыт болмады, иә, өзіміз тоқында болды, бұл кісі енді ғана жақында ғана келіп тұр. Енді ол жағдайға байланысты біз жаңағы тексеру тоқтатқан жоқпыз, тексеру жүргізіп жатырмыз. Осы жағдайға орай бүгінгі таңда балабақшада жаңағы завхоздың орны ауыстырылды, сонымен бірге аспазшылардың орны ауыстырылды. Енді қазір бұл ата-аналарға менің қазір жауап беретін уақытым болған жоқ. Уақыты келген кезде бұның бәрінен жауабын бірге ұсынатын боламын. Осыған дейін өз-өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Атым Эльмира, Балбөбек тобының ата-анасы. Аты жөніңіз? Эльмира Кадирсезовна. Енді мен прокуратура комиссия ретінде эксперимент тіркеген. Мен өзім лично кірдім. Сағат 10-ға шақырды, онда келдім, кухняға кірдім, кухняға кірсем үлкен алюминий кастрюльде таза суға қайнап жатыр, картошка.
неге ол суға қайналады, неге бульонға қайнамайды ол? Бульондарымыз Жоқ, ол қане деп, кезде мен аспазшы- сөйлеп бітіріп алайын, иә. Мен бульондарымыз қане деп сұрадым ол кезде. Сөйтіп едім, кішкентай кастрөлдің түбінде мынандай 2 жілік жатыр екен сынған. Міне бульон біз осыған қосамыз дейді. Неге бүткіл садикке осындай тамақ, үйде де сіздер сөйтіп жасайсыздар ғой дейді. Үйдің тамағы мен садиктің тамағы қандай? Өзіңіз ойлаңыз. Содан кейін мен кухняға кірдік, алмаларын көрдік, алмаларында көрдім, түрлері неважный, іші деген бұрқып жатыр. Кейін артынан ренжісте болды. Неге бүгін бракиражный комиссияны шақырдыңыздар? Өйткені ол жерде сурет фотоотчет болу керек. Сол фотоотчет жоқ мысалы. Шыққанда жоқ, шығармадыңыздар ғой сіздер. Иә, сайтқа да мына инстаграмға шығармадыңыздар. Кейін мен шыққаннан кейін завхоздарыңызға да айттым. Сіздер міне осындай не жасап отырсыздар дедім. Қаны маған көрсетіңіз дедім. Калькуляцияңызды көрсетіңіз дедім. Қандай тамақ жасап отырсыздар? Қанша бульон қосу керек, қанша сорпа қосу керек? Деп сөйлеп едім. Жоқ, менде калькуляция мен сізге көрсетпеймін. Значит, бұрынғы поварлар солай жасаған, мен де солай жасап отырмын. Ол хотя повар емес, завхоз тамақ жасап жүрген. Міне сондай жағдай болған. Одан кейін менің айтарым, мен де көп балалы анамын, 3 баламды садикке жіберемін. Біздің талабымыз бастығымызды ауыстырасыздар ма, біздің балабақшаға балаларымыздың тамағына қарайтын, жағдайымызға қарайтын басшы. Жоқ, мен келгенме енді міне Мен сізге өткенде де сіз маған больницада жатқанда хабарласқансыз, иә? Иә. Сізге сол кезде де айтқанмын. 2,5 ай, Сабина сізге 2,5 ай уақыт бердік дедім. Сіз соған жеткізіңіз. Біз прокуратураға бардық. Прокуратураға барып едік, дұрыс мәлімет. Сіз де айттыңыз. 1 ай міне срок, 1 ай болды одан кейін. Мен больницадан шықтым, ол кезде келе алмадым. 1 ай срок болды. Ешқандай результат жоқ. Мен хотя Асил апайға айттым, Асил апай, прокуратурадан алмаңыз. Бірінші Тұрсынмамедович келіп бізге жиналыс ашсын деді, иә? Өзінің мойнына бәрін алсын, содан кейін бірақ алайық деді. Мен больницадан шығып алайын деп сөйледім. Ол кісі айтты, жарайды, ол кісі бәрін жасайды, бәрін мойнында нетіп отыр. Өз нетеді, қатырады деді, былай айтқанда. Сосын мен сендім, жарайды деп сөйледім, онда сол кісінің несіне қарайық деді. Одан бері 1 ай өтті, міне жиналыс та жоқ. Жаңа хаттамаға бүткіл ата-аналар оны да айтамын. Хаттамаға қол қойдырдыңыздар, міне садиктің атасы көтерілді. Осы жайында жиналыс болды деген хаттамамен ата-аналар, хотя жиналыс болған жоқ. Ал ата-аналардың мен білмеймін енді. Мен айтпай ақ қой, оның бәрін білмеймін. Бірақ бәрі қол қойып кетті. Мына хаттама не үшін? Мысалы сұрады ма бір ата-ана? жоқ, Жиналыс өтіп кетті, хаттамаға қол қойып апарып өткізіп. жоқ, енді ол бізде ертеңгіліктің уақыттары болып жатты. Ата-аналар ол кезде келе алмаймыз деді. Бірақ әрбір тәрбиеші өз ата-аналарымен сөйлессеңіздер. Жиналыс туралы бізге ешкім ештеңе айтқан жоқ. Онда тәрбиешілер өздеріңіз тәрбиешілер өткізді ғой бізге. Бізге тәрбиешілер өткізді ғой. Мен ол кезде болған жоқпын. Мен Ата-аналар мен тәрбиешілер Сіз өткізді. сол кезде не үшін хаттаманы бердіңіз? Ата-аналарға жиналыс өткізіңіздер дедім. Ата-аналарға жиналыс Неге өткізді. олар өткізу керек? Онда тәрбиешілер өткізу керек. Тәрбиешілер. Оплата жайында тәрбиешілердің жатағанша неге олар өткізу керек? Жоқ, өйткені ертеңгіліктер болып жатты да, ата-аналар біреу келеміз, біреу келмейміз деді. Ол ұсынысты қарастыратын боламыз. Ал Қанша енді уақыт керек? Қанша уақыт ата-аналар тосу керек сіздердің жауаптарыңызды? Біз тостық 1 ай уақыт. 1 айда жауап ала алмадыңыздар. Жауап алмадық. Жақсы, енді біз бір алдымыздағы аптаның ішінде жауабын берейік. Ол енді қазір біз совсем бездействие жұмыс жасамай отырған жоқпыз. Міне бағанағы балабақшаның меңгерушісінен нені завхозда ауыстырдық, бүгінгі таңда поварларды алып келдік. Кәдімгі дипломированный поварлар қазіргі таңда жұмыс жасап отыр. Енді біз бұл мәселені қолға алып, ары қарай жұмысты жандандыратын. Нұрлан Тұрсынмамедович, сіздің балаңыз қазір осы топта оқыса, мысалы келіп жатса, осындай тамақты көрсеңіз, сіздің іс-әрекетіңіз өйстіп 1 айға дейін созып қояр ма едіңіз? Әрине ата-аналардың өкпесі ол бәрімізге белгілі, бәріміз анамыз. Сіз не істер едіңіз? 1 ай сізді мысалы күтіп Жоқ, жүрсе. енді қараңызшы Айжан, бұл жерде бізде бағанағы мен күнделікті тамақтың сапасын келіп контроль жасауым керек. Оны мен жасамай отырған жоқпын. Әселдің өзі де біледі. Қазір білім бөлімінен мысалы Ардақ Садыбекова, Жанар Көшербаевна келіп тамақтың сапасын контрольда ұстап отырмыз. Енді біз 5 күннің ішінде немесе 10 күннің ішінде жауап бере салғанымыз болмайды ғой. 1 ай контрольда ұстайық дедік. Сол қазір контрольдің үстінде болып тұрған жағдай болды.
контрольдің бұл жағдай контрольдің үстінде болып тұрғанның өзінде де осындай результатқа жетіп отырмыз. Құрттаған каша жеп отырмыз. Міне тағы да менің жаңағы бұл дүйсенбі күні түсірген. Мынау жаңағы алдында бізге күріш берілді. Күріште шыққан жаңағы нелері. Енді бұл кездегі қазір поварлар да завхозда да істемейді. Астай осы қоңырлар егер білмейді. меню бойынша не істедіңіз? Меню бойынша Печенье ма күнде? жоқ күнде емес, тек манты мен пельмен болған күні ғана печенье береді. Қалған күнде пирожки жақсы айжан, ана мәселенің бәрін анықтайық. Қазір мен жарайды. бәрін өтіп Өтінемін, отырмын. артық. Анықтайық, содан біз толыққанды жауабын береміз. Сіздің сұрақтарыңыз бар ма тағы? Хаттаманы Менің тоже осы жаңағы мәселеде мына кісілермен толығымен келісемін. Иә, сол шешімге жаңағы біз де келіп отырмыз ата-аналармен. Енді тамақ Ата-ана ретінде де, тәрбиеші ретінде де сондай. Өйткені мен білемін, осы жақта мен жұмыс жасаймын. Ары қарай мен бұған немқұрайлы қарамағандықтан, әділдік іздегендіктен мен жаңағы осылай сіздердің алдыларыңызға шығып отырмын. Ал енді осы әділдік іздеймін деп, әділдік іздеп жүрген жолында бұл кісілер менің артыма түседі. Күнделікті осы уақытқа дейін методист біздің сабақтарымызға қатысып көрмеген сентябрьден бастап қазір жиі біздің сабағымызға келіп қатысады. Жиі біздің документтерімізді келіп тексеретін болып жүр. Бұл кісінің жаңағы айтуымен бойынша. жоқ жоспарлы түрде ол, иә. Жоқ, ол асылу керек. Оны сабаққа қатысудың несін таныстырады, көрсетеді, жоспарда тұрады, сіздер дайындық жасайсыздар, сол жағдайда сабаққа қатысады. Ол кісілер басқа топтарға кіріп жүрген жоқ. Басқа топтарға ешбір топқа кірмеген. Мен оның барлығынан жаңағы сұрадым. Біздің топқа 2-3 рет келген. Жақсы. Одан кейін басқа топқа кірмеген. Жоспарларын көтерейік, қарайық. Содан кейін егер сондай жағдай тіркелетін болса, тиісті шара қабылдайтын боламыз. Жалпы мен де ата-аналарға айтарым, тағы да осы тамақтардың бәрі Тұрсын Мамедовичтің бірге бақылауында өзім де жүремін, бірге боламын. Осында өздеріңізде келіп, топқа келіп, тамақтың сапасын көрулеріңізге болады. Доступ ашық, ештеңені біз жасырып отырған жоқпыз. Келіп көрсеңіздер, сіздерге рұқсат. Барлық сіздің ғана тобыңызға емес, бүкіл балабақшаның ата-аналарына рұқсат. Өйткені бұл жерде менің де балаларым тамақ ішеді. Бір группа қояйық. Иә, комиссия. Сіздермен болған ақпарат әдетті осының шешімін таба алады деген үміттеміз.